Бүгін өте дәмді шашлык самса дайындаймыз. YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, все деп тыңдап қойыңыздар. Келесі жаңа видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Видео ұнаса достарыңызға поделиться етіп, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап қойыңыздар. Самсаның қамырын дайындаймыз. Ыдысымызға сүт, ерітілген сармай, тұз және қопсытқыш қосып, жақсылап араластырамыз. Сүт массасын ұнға қосамыз. Жұмсақ қамыр илеп болған қамырды пакетке салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып аламыз. Тоңазытқыштан шыққан қамырды 45-50 граммнан бөліп аламыз. Қамырымызды осылай пакетке салып қоямыз, қатып қалмауы тиіс. 2 орташа пиязды ұсақ көбек етіп турап аламыз. Фаршқа пиязымызды қосамыз. Орташа картопты осылай өткіштен өткізіп аламыз. Блендерге салып сақтап алсаңыздар да болады. Тұз, бұрыш және кориандр қостым. Өзіңізге ұнаған дәмдеуіш қоса берсеңіз болады. Жақсылап араластырамыз. Қамырды сопақша етіп жаямыз. Және осындай формадағы фаршқа таяқшаны тығамыз. Қамырдың ортасына осылай қоямыз. Шетін кескішпен немесе пышақпен осылай кесіп шығамыз. Видеодағыдай етіп өріп шығамыз. Мінекей самсамыздың формасы осындай болып шығады. Түсінікті болу үшін тағы да бір көрсетіп жіберемін. Пергамент төселген табамызға самсаларымызды орналастырып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Бетіне қалаған дәнек сепсеңіз болады. Мен қуырылған күнжітпен қара зеренің дәнегін сеуіп шықтым. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минуттай пісіресіздер. Өз пешіңіздің ыңғайына қарап пісіресіздер. Видеоға лайк басып, пікір қалдырып қолдап қойыңыздар. Келесі жаңа видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.